Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін осы әп-әдемі қызыл барқыт тортын әзірлейтін боламыз. Бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды алдыменен жуып алып барып пайдаланыңыздар. Оны барлығыңыз білесіздер деп ойлаймын. Мінекей біз алдымен 5 жұмыртқамызды жарып алдық. Енді секерімізді саламыз. Осы екеуін қосып, жақсылап миксерлейміз. Аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Енді күнбағыс майы қажет бізге, және айран қажет. Екеуінен де бірдей етіп құйып алып, жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Енді бізге сухой ұн, какао және разрыхителді, яғни сухой ингредиенттерді барлығын араластырып барып саламыз. Мінекей енді осының барлығын қосып тағы да бір миксерлеп аламыз. Жақсылап, арасына ешқандай комочка қалмайтындай етіп жақсылап миксерлейміз. Және бояуымыз саламыз. Қызыл бояуымызды мен ең соңынан саламын әдетте, бірақ сіздер оны жаңағы сұйық масса кезінде салсаңыздар да болады. Енді әп-әдемі қып-қызыл түске айналғанша миксерлеп алып, енді өлшеп барып құямыз. Міндетті түрде әр бөлікке өлшеп құйыңыздар. Мен осы формаға дайындадым бұл жолы. Сіздер пергамент қағазын төсеп кәдімгі табаға жасасаңыздар да болады негізінде. Маған именно осы формамен жасаған ыңғайлы болды, және размері бұның 14-ші размер. Енді қараңыздар, барлығыны жақсылап осы құйып алған соң пешімізге пісіріп аламыз. Енді біздер кремін дайындаймыз. Ең алдымен творожный сырымызды, маскарпоне және сахарная пудрамызды жақсылап араластырып, үстіне сливкиімізді құйып тұрамыз. Бұл рецептің толығы менде постында тұр астында, ең астына қарай өтсеңіздер, осы рецепт бар. Именно қызыл барқытқа арналған, вобипайға арналған, барлығына кете беретін кремнің рецептісі бар. Мінекей біздер енді пештен алдық жаңа корждарымызды, суыттық, енді бетінде томпайып тұрған бетін осылай кесіп алып тастаймыз. Бұны алып тастамасақ, бізде ровно торт шықпайды. Арасында разрезіміз қисық болып қалуы мүмкін. Сондықтан осылай бетінде томпайып тұрған жерін алып тастаймыз. Бұны тастамаймыз, сыртына корж ретінде пайдалансаңыздар да болады негізінде. Бірақ мен қазір тек автяшка жасайтын болғандықтан бұны пайдаланбаймын. Мінекей барлығын бетін алып тастадық. Енді кремін жағуға сборкаға кірісеміз. Кремімізді кондитерский мешокқа салып алып, дәл осылай крайынан бастап осылай жүріп отырып, бір тегістетіп ортасына дейін жағып шығамыз. Және осылай спатуланың көмегіменен бетін жай ғана қатты емес, барлық жері бірдей болатындай етіп осылай тегістеп шығамыз. Бізде разрезіміз түп-түзу шығу үшін кремін де дәл осылай түп-түзу етіп жағуымыз қажет болады. Ендігі қалғандарының барлығын осылай жинай береміз. Енді сыртын пищевоймен орап, холодильникке 2 сағатқа жібереміз. Енді бізге автяшкаға крем дайындау қажет болады. Творожный сыр, жылы бөлме температурасындағы маргарин және сахарная пудрамызды жақсылап араластырып, автяшкаға өте әдемі крем дайындайтын боламыз. Бөлме температурасында 70%-дан жоғары болу қажет. Біздің майымыздың проценті. Негізінде сіздер мысалы бірінші майды жақсылап көпіртіп алып, сосын барып творожный сырды салсаңыздар да болады. Егер мен уже үйреніп қалғандықтан осылай бірінші творожныйды араластыра беремін. Ең соңынан осылай сахарная пудрамыз саламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Бізде бір келігі масса шығады. Мінекей бұл сыртына автяшкаға өте әдемі крем болады. Енді екіге бөліп пищевойға бірінші осы бір бөлігін салып аламыз, және ішіне жарты бөлігін қалдырып қоямыз. Осы бірінші автяшкісіне және оның сыртына тағы да қаптау үшін біз қандай түспен бояғымыз келеді, соны саламыз. Мен мысалға қызылмен бояйтын болғандықтан қызыл бояуды салып, жақсылап бір керкі түс болғанша осылай араластырып, бұны да пищевой пленкаға салып, тоңазытқышқа тағы да 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Сол кезде әдемі ровно жағылатын болады. Неке енді бізде холодильниктен алып шықтым мен. Енді сыртына черновой вариантын осылай жабып шығамыз. Полный биіктігіне дейін осылай жағып шығыңыздар.
Сонан соң осылай спатуланың көмегіменен сыртын бір-бір тегістеп, бетіне де жағып, осылай бір-бір тегістеп шығыңыздар. Сонан соң ең соңынан барып шпательменен түп-түзу етіп, түп-түзу болғанша осылай айналдырып бір жағып аламыз. Шпательді артқы бөлігінен бастап өзіңізге қарай тартыңыз, және жай ғана тарту қажет. Бұл жерде қатты тартуға болмайды. Жай ғана тартсаңыз сізде ешқандай сызық та түспей бір тегіс бір келгі болып шығады. Енді біз қызыл түсті бояуымызды, жағылған жаңағы автяшкіге арналған кремімізді енді осылай сыртына тағы жағып шығамыз. Екінші слой ретінде өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей жай ғана жағамыз, қатты екеу жағуға болмайды, астындағы ақ кремді алып кетеді. Сондықтан жай ғана осылай жағып шығыңыздар. Барлық жеріне осы кремді жеткізуіміз қажет. Торттарыңыздың теп-тегіс болуы, ол уақыт өте келе қолдарыңыз үйренген соң дәл осы теп-тегіс етіп жасайтын боласыздар. Алғашқы кезде сіздерде түп-түзу шықпауы мүмкін, бірақ жаймендеп шығады. Бетіне жаққан соң спатуламен жай ғана бетін бір тегіс етіп, осылай тегістеп шықсаңыздар болды. Мінекей, менде дайын болды. Енді біз жан-жағын подложканы сүртіп болған соң оформлениеге кірісеміз. Мен осындай шоколадты шариктерменен сәндеп шықтым. Қандай қылып сәндесеңіздер өз қалауларыңызда. Мінекей. Бірақ ең бюджетный, ең оңай жасалатын оформлениенің бірі осы. Сондықтан осылай жасасаңыздар да болады. Және қызыл түс үнемі өте әдемі көрінетін болады. Ешқашан трендтен қалмайды. Сондықтан осылай заказ жасасаңыздар да осылай жасасаңыздар болады. Мінекей қыздар, бізде тортымыз дайын болды. Баршаңыз жасап көріңіздер, жасаған соң бөліссеңіздер болады. Мен де разрезінде көрсетіп кетейін. Мінекей түп-түзу разрез осындай болып шығу қажет.